Горизонталь бетте жатқан массасы 1 килограмм денені көкжиекке 30 градус бұрыш жасай 10 ньютон күшпен тартады. Дене мен бет арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,5-ке тең болса, онда дененің үдеуі. Сонымен бізде эма қорытқы күшпен қозғалады. Эма қорытқы күштен ан табамыз қазір. Бұған әсер ететін күштер. Денем бит тартып жатқан кезде көкжиекке 30 градус бұрыш жасай 10 ньютон күшпен тартады. Мына F тарту тең 10 ньютон. Бірақ ол денеге бүйтіп әсер етеді, яғни толық күшпен емес. 30 градус. Сонда іргелес жатқан катеттің, яғни fx қой. Іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы косинус 30 градусты береді ғой. Сонда біздің fx-іміз тең болады косинус 30 градус. Міне мен мынаны мында жазайын, астында тұра берсін. Сонда fx пен тартып жатыр да, оған μmg кедергі жасап жатыр ғой. fx сонымен бізде f тарту косинус 30 градус болатын болды. А μ деген бізде 0,5 үйкеліс коэффициенті, масса дененікі 1, және g бізде 10. Тарту күші 10, косинус 30 градус 0,87. Азайтамын жаңағы нені азайтамыз. Одан 5 шығады ғой. Сонда 8,7, одан 5 азайтсақ 3,7 ньютон болады. Осы біздің жауап болып табылады.